Ассалаумағалейкум достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 16-13 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс және коридор. 2,5 да 5,40. Келесі бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 3,50 де 3,60. Келесі бізде жатын бөлме. Оның көлемі 4 де 3,50. Келесі жуынатын бөлме. Оның көлемі 2,50 де 2. Келесі бізде зал. Залдың көлемі 8,40 да 4. Келесі бізде холл. Холлдың көлемі 7,60 да 4. Екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4 де 3,70. Үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 4 де 3,90. Үйдің ішкі қабырғаларында қызылмен белгіленіп тұрған қабырғалар, олар үйдің ішкі негізгі қабырғалары, несущие стена. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше.